Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қыдырманов Сәрсен Серікұлы, Алматы облысы Ақсу ауданы Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектеп гимназиясының география пәнінің мұғалімі. География 7-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар. Құрметті оқушылар, сіздер өткен сабақта табиғи ресурстардың жіктелуі деген тақырыпты қарастырдыңыздар. Яғни ол сабақта сіздер табиғи ресурстар дегеніміз не екенін және табиғи ресурстардың түрлерімен таныс болдыңыздар. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты табиғи ресурстарды игеруге байланысты проблемаларды талдаймыз және олардың шешу жолдарын әзірлеуді үйренеміз. Осы мақсатқа жету үшін мына дүниелерді білуіміз қажет. Табиғи ресурстарды табиғи ортадан алу тәсілдері туралы білуіміз керек. Табиғи ресурстарды алу тәсілдерінің қоршаған ортаға ықпалы туралы білуіміз керек. Құрметті оқушылар, табиғат адамзат қоғамы үшін ресурстардың басты көзі болғандықтан, адамзат әрине өзіне керектігін бәрін табиғаттан алады. Табиғат ресурстарын игеру барысында адамдар түрлі техника мен технологияны пайдаланады. Техника дегеніміз әртүрлі құрылғылар, аспаптар, машиналар, құралдар, тағы басқалары. Ал технология дегеніміз сол ресурстарды шығарып алу тәсілдері болып саналады. Мысал алатын болсақ, балта, ара бұл техника болатын болса, балталау, аралау ол технология болып саналады. Құрметті оқушылар, сіздер өткен сабақта табиғи ресурстардың түрлері бойынша, мысалы біз бірінші минералды ресурстарды қарастырсақ. Минералды ресурстар немесе пайдалы қазбаларды табиғаттан өндірудің бірнеше әдістері бар. Оның ішінде, мысалы, ең бірінші ашық әдіс. Жердің бетіне жақын немесе жер бетінде орналасқан пайдалы қазбаларды өндірген кезде осы ашық әдіс тәсілімен алады. Онда мынадай үлкен шұңқырлар қалыптасады. Ол шұңқырларды карьерлер немесе қима деп атайды. Көбінесе ашық әдіспен алынатын пайдалы қазбаларға оларға құрылыс материалдарын жатқызамыз. Мысалы, ақ, әк, құм, бор және тағы басқалар. Сонымен қатар шымтезек, көмірдің кейбір түрлері және темір мен мыс осындай ашық әдіспен алынады. Келесі пайдалы қазбалардың келесі өндіру әдісі ол шахталық әдіс. Шахталық әдіс жердің терең қойнауында орналасқан пайдалы қазбаларды алу үшін қолданылатын әдіс. Кішкене бұл әдіске мәлімет беріп кететін болса, көмірдің көп бөлігі шахталық әдіспен өндіріледі. Пайдалы қазбаларды өндірудің бұл тәсілі адамдардың жұмысқа тартудың ең қауіпті түрі. Шахталар метанның жарылуы, тау жынысының соққысы және пласттардың өздігінен тұтану ықтималдығы салдарынан кеншілердің өміріне қауіп туғызады. Көп шахталар тереңде жұмыс жүргізгендіктен қауіп туған жағдайда адамдарды эвакуациялау және құтқарушылардың жұмысын қиындатады. Яғни шахталық әдістің осындай бір проблемалары бар екен. Келесі ұңғымадан бұрғылау әдісі. Мына пайдалы қазбалардың ішінде сұйық және газ түрінде кездесетін, яғни мысалы табиғи газ бен мұнайды жатқызсақ болады. Бұл пайдалы қазбаларды өндіру барысында ұңғымалары бұрғыланып, сол бұрғыланған жерлерден құбыр арқылы мұнай мен газ сорылады екен. Бұл пайдалы бұл әдіс жаңа заманның әдісі деп айтсақ болады. Келесі минералды ресурстардың кейін табиғи ресурстардың ішінде биологиялық ресурстар, су ресурстары және жер ресурстарын пайдалануға қысқаша тоқталып кетейік. Минералды ресурстардың ішінде биологиялық ресурстардың ішінде ең негізгілерінің бірі ол орман ресурстары. Орманнан алынатын негізгі ресурс ол әрине ағаш. Ағаш дайындау. Орман телімінде ағаштарды бұталау үдерісі. Ағаштарды кесіп дайындау, механикалық өңдеу және тиеп әкетуді қамтиды. Құрылыс жүргізілетін орынды тазарту үшін ағаштарды кеседі, тоғайлы жерлерді биологиялық ресурстарға қол жеткізу үшін пайдаланады. Өйткені ағашты жерлер олардың тіршілік ортасы болып табылады. Орман ресурстарын игеруге байланысты ең басты проблема ағаштарға келетін шығын. Орман қалпына келетін ресурс, бірақ оның табиғи түрде қалпына келу үшін бірнеше ондаған жылдар қажет болады екен. Су ресурстарын пайдалану. Әрине, су тіршіліктің көзі, сондықтан адамзат үшін ең маңызды ресурстың бірі болып саналады. Бірақ су ресурстарын пайдалану барысында да көптеген проблемаларға
туындап отырады екенбіз. Мысалы, жер асты суларын жөнсіз ала берудің соңы судың сарқылуына немесе белгілі бір аумақта су қорының азайып кетуіне, не болмаса ағынның азаюына әкеп соқтырады. Жер асты суларын ұзақ уақыт алу салдарынан жердің бет қабатының біртіндеп отырып, деформациялануы мүмкін. Дүниежүзінің кейбір өнеркәсіп қалаларында радиусы 20 километрге дейін жететін және одан асатын айтарлықтай депрессиялық ойықтар пайда болды. Бұл суды алу жылдамдығы судың қалпына келу жылдамдығынан артық болуына байланысты. Жер асты қуыстары пайда болады. Оның үстіндегі топырақ өз ауырлығын көтере алмай опырылып түседі. Өзендердің шаруашылық қажеттілігіне көп мөлшерде су алу ауыр салдарларға соқтыруы мүмкін. Бұндай проблемаларды шешу үшін жер асты суларын үнемді пайдалану керек. Мысалы, өзендерді пайдаланған кезде жаңағы су қоймалары, су бөгендері арнайы салынады. Келесі, жер ресурстарын пайдалану. Біз білеміз, жер ресурстары адамзаттың ауыл шаруашылық саласында өте таптырмас ауыл шаруашылығының негізгі ресурсы болып саналады. Жер ресурсы пайдалану айтарлықтай қызықты. Олар табиғаттан бөлініп алынбайды, өйткені жылжымайды және өз орнында қалады. Бірақ олар пайдаланған кезде қоршаған ортадан бөлектеніп, табиғи үдерістерге қатысуы күрт бәсеңдейді. Жер телімдеріне тұрғызылатын бөтен нәрселер табиғаттағы үдерістің табиғи жүруіне кедергі келтіреді. Мәселен, бұрын орман алқабы болған жердің бір бөлшегін алғаннан кейін жаңа жыл екі бөлікке бөлінеді. Жабайы орманның екінші жағына жабайы жануарлар еркін жүру мүмкіндігінен айырылады. Енді олар орманның екінші жағына өту үшін жолды жүгіріп өтіп, бастарын қауіпке тігеді. Жабайы табиғаттың бір бөлігі елді мекен салуға пайдаланатын кезде жабайы жануарлар ол жерлерден кетуге мәжбүр болады. Олардың жартысы қырылады. Осындай проблемаларды шешу үшін мынандай бір қорғау шараларын ұсынсақ, мысалы, карьерлерді сумен толтыру, жасанды көлдер жасау. Немесе жаңағындай жер ресурстарын пайдаланған кезде жануарларға арналған, жолдың бойына жануарларға арналған өткел салу. Сол сияқты ұңғыманы тығындау. Мысалы, жаңағы ұңғымадан пайдалы қазбалар алған кезде бұл ұңғыманы қайтадан толтыру үшін бұл ұңғыманы цемент ерітіндісімен толтыру. Немесе балық жіберетін орын, бөгеттер мен тоғандардағы балықты өзендер мен табиғи өрістеуін қамтамасыз етуге арналған орын. Егер біз табиғат байлығын саналы, ұқыпты қарайтын болсақ, онда табиғат пен адам арасындағы байланыс өзара үйлесімділік табатыны сөзсіз. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің негізгі қарастыратын тақырыбымыз осы. Сіздерге берілетін тапсырма өздерің тұратын аймақтағы табиғат ресурстарын игеруге кездесетін бір проблеманы анықтап, шешу жолдарын ұсыныңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.